Айхан Айзере, мен 8-демін. Мен дзюдомен айналысып жүргеніме 2 жыл болды. Менің атым Мұсан, менің жасым 10-да. Мен дзюдоға қатысқаныма 2 жыл болды. Менің атым Аяру, жасым 7-де. Мен дзюдомен 5 жастан қатысамын. Менің атым Муслим, мен 6-дамын. Мен Айтөремін, мен 6-дамын. Захват алу керек, ең бастысы 2 захватына да ұстау керек. Жоғарыдан, қолдан. Немесе бірінші қолды алдым, одан кейін жоғарыдан алам. Оң жақтан ұстап отқан оң аяғым бірінші кетеді. Аяғымды разворачиваймын да. Басын қысамын. Қолды жоғарға көтерем. Аяғымды көріңдер, мына жанына кетті. Мен тартам қолымды. И фиксация обязательно. Былай лақтыра сап тұра салмаңдар. Фиксация ұстау керек. Жақсы ма? Ең біріншіден тренировкаға жаттығуға келген кезде бала бірінші тренердің міндетті түрде айтқанын істей білу керек. Дзюдода енді ең бастысы дұрыс құлай білу керек. Ең бастысы. Одан кейін барып жаңағы қалай лақтыру керек, соны үйрене бастайды. Бірінші ең бастысы дұрыс қалай кувырок жасай алады. Акробатикаға біз көбірек көңіл бөлеміз, себебі баланың біз денесін бірінші шынықтырып аламыз. Ең бастысы денесін қыздырамыз. Сонымен қатар дұрыс қалай құлау керек, яғни жарақат алып қалмау үшін дұрыс құлауды үйретеміз. Содан кейін дұрыс лақтыруды үйрете бастаймыз. Менің әкем бұрында спортшы болған. Ол көп медальдар, бірінші орын, кубоктар алған. Мен әкеме қызығып, мен де солай болғым келді. Әкем сосын мені осы Дилбар апайдың тренировкасына алып келді. Маған дзюдода Учимата және Скалин ұнайды. Маған Абихифуми ұнайды. Өйткені ол қатты және физикасы көп тренировка жасау керек және өткізбеу. Маған ұнайтын прием жамбас. Маған ұнайтын дзюдошы Дилбар апай. Ең үлкен бесқасіліктердің бірі көп кезде 1-2 жаттығуға келеді де, немесе 1 ай айналысып, бұл спорттан кетіп қалатын ата-аналар болады. Бірден келіп, бірден өзіне бір нәтиже күткісі келеді, бірақ шыдамдылық танытып, жаңа айта кеткендей, бала жаттығудан қалмай, өзінің тренировкасын жасап, осы тренер берген упражненияларды жасап, үйреткен приемдарды қайталайтын болса, тәртіп сақтап, бала үлкен жетістікке жетеді деп ойлаймын. Енді дзюдода бала бірінші келген кезде біз ең бастысы дұрыс құлауды үйретеміз. Өйткені ол баланың егер дұрыс лақтырудан бірінші дұрыс құламайтын болса, оның жарақат тез алып қалуы мүмкін. Яғни қол тіремеу, дұрыс қалай мостқа тұру деген сияқты соларды үйретеміз. Яғни акробатика бойынша, акробатиканы оны міндетті түрде үйретеміз, травма алмауды үйретеміз, дұрыс қалай страховка жасауды үйретеміз. Сонымен қатар қателіктер жаңағы ата-аналардың бірден баланың денесінің шындықпай, денесінің сол күреске деген үйретпей жатып, мышцаларын ата-аналар 1 айдан кейін балаларын алып кетіп жатады. Және бір тренировкаға келеді, бір тренировкаға келмейді деген сияқты баламен бірге ата-анада, яғни дисциплина сақтау керек қой, деп ойлаймын мен. Дзюдомен 5 жастан бастап келеді маған балалар. 5 жастан бастап біз қабылдай береміз. Яғни жаңа айтып кеткендей, басында біз балаларды, 5 жастағы балаларды ойнатамыз, дене бітімін бірінші үйретеміз, акробатикаға, сонымен қатар шынықтырамыз, ең бас бірінші. Содан кейін барып біз баланы приемдарға үйретеміз ғой. 5-тен бастай беруге кеңес беремін. Қолды міндетті түрде тартам.
Қол мен аяқ бірге жұмыс істемесе, тек қана аяқпен істеп, қолмен лақтыра алмаймыз, қолсыз. Сол себепті қолмен аяқ бірге жұмыс істеу керек. И фиксация партнера. Мен күресемін, маған дзюдо ұнайды. Маған дзюдо ұнайды. Маған дзюдо ұнайды, себебі лақтырады, күреседі.